Ассаламу алейкум. Бүгінгі видео сұйық биогумус 3 деп аталады. Үй жағдайында біз сұйық биогумус жасап көреміз механический путем. Мен осындай құрылғы ойлап жасадым бүгін. Асты ағаш. Сосын мына жақта баклажканы кесіп қойдым. Ортасында несі бар жаңағы. Центровка дейді ғой. Бұл центровкаға осы дрельдің басына осындай не ойлап таптым, пышағы. Және мынау осы жаңағы неге центровкаға осы мынау болты кіреді. Еш жаққа қашып кетпейді да сонда. Бұл өте қауіпті. Бұны қайталамаңыздар. Мен бұны познавательный дейді ғой. Осылай жасаса болуы мүмкін деген ниетпен түсіріп жатырмын және көрсетіп жатырмын. Жаңағыдай бұл қауіпті болуы мүмкін. Бұны қайталамаңыздар, хорошо? Қалай жасаймыз сұйық биогумусты? Бірінші, осы наны нені жайғастырып, үстіне мынау бір 150 грамм ба 150 граммдай шығады. Осындай құрғақ биогумус саламыз. Салдық. Сосын бір қасық не? Шекер салдық. Енді бұған жақсылап араласу үшін, өзінен биогумусты жақсылап шығару үшін біз не істейміз? Азырақ су құямыз. Осы азырақ су құйдық. Қазір сәл не болуы мүмкін? Шумна болуы мүмкін. Бірақ сіздер енді түсінікпен қарау керексіздер. Енді дрель жай не қылмайды, жұмыс жасамайды. Соны сәл болса да мүмкін сәл өткізіп жібересіздер. Мен көп емес, где-то бір 30 секунд па, 1 минуттай ма араластыратын боламын. Бұл не? Қазір пышақ бұны езіп, жаңағыдай не қылады? Как повидло бар ғой, повидло сияқты қылады. Мен қазір бұны екінші мәрте істеп жатырмын, жаңа бірінші экспериментальный жасағанмын, сондықтан қазір біліп отқаным ғой. Мінекей қарасақ, қазір уже байқап жатсаңыздар ма? Несі биогумусы бөлініп шығып жатыр. Өте тамаша концепция болып тұр. Несі? Қазір тағы біраз араластырып жібере салайын. Тағы да қайталап өтейін, бұл өте қауіпті, достар. Бұны ешқалай қайталамаңыздар. Егер бұндай құрылғы жасайтын ойыңызда болатын болса, барша безопасность. Ләж болса, мына кофемолка дейді ғой. Со кофемолка, ескі бір кофемолка сатып алып, соны пайдаланғандарыңыз дұрыс. Мен енді бұл экспериментальный болды. Енді не істейміз? Осы қоймалжың нені? Қараңыздар, қандай әдем болды, я? Ішінен биогумусы не қылып жаңағыдай. Осы қоймалжың нені біз аламызда 10 литр суға араластырамыз. Көріңіздер, бірден шықты, өзінен биогумусты бөліп шығып жатыр. Енді аламызда мына пышақтың көмегімен. Мінекей. Енді барынша дауыма довести ету керек қой бұны. Бұны үй жағдайыңызда өзіңізде қолданса болады деп ойлаймын. Бірақ промышленный сатуға, не қылуға бұның күші өте кішкентай. Біз постоянно отырмаймыз бұлай. Енді не істейміз? Енді
араластырамыз. Құрғақ биогумус барынша өзінен биогумусты бөліп шықты. Енді қараңыздар. Біз 150 миллиграмм қолдандық нені? Құрғақты. Демек 10 литрге салдым мен. Бұл уже дайын биогумус деп ойлаймын. Құя бересіз бұны. Себебі егер 1 литр құрғақ биогумус алатын болсақ, оны біз не істейміз? 1 литр 10 литрге араластыратын едік басында. Сол кейін 10 литрден шыққанда әр 1 литрін 10 литрге қосатын едік. Жаңа 100 граммы да сонда. Барынша түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаған болса, енді лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мүмкін сіз үй жағдайында сұйық биогумусты дайындаудың бұдан да оңай жолын білетін шығарсыздар. Жекеге жазыңыздар, болмаса комментарияға жазыңыздар. Осылай жазса болады ау дегендей ойларыңыз болатын болса, біз міндетті түрде күтеміз. Сондай ақпарат күтем және жасап көретін боламыз. Баршаға сәттілік, күн сәтті өтсін.